80-нен асқан қариядан біреулер көп жасадыңыз, дүниенің қызығы неде екен деп сұрайды. Сонда қарт, сұрағандарың жөн, менде не қалды дейсің? Ет кетті, сүйек қалды, тіс кетті, иек қалды. Алысқа көз жетпейді, қаттыға тіс өтпейді. Көксауыр кебіс кидім, төрге шыққаны жоқ. Сұлудың бетін сүйдім, ердіме жұққаны жоқ. Жақсы ат міндім, тақымға жұққаны жоқ. Асылдан киім кидім, иығыма жұққаны жоқ. Мына жалған өмірде ынтымақ пен татулықтан асқаны жоқ. Дүниеден тату тәтті өту ең бір ғанибет екен, деген екен. Үндемей жүргенге түк білмейді екен деп ойлама. Бетіңе айтпасам да бәрі ішімде. Айтпағаным қорыққаным емес, сыйлағаным. Ақылың кіргенде түсінерсің. Түсінбеген адамға түсіндіріп не пайда? Қадіріңе жетпесе, қадірлегеннен не пайда? Сый құрметті білмесе, сыйлағаннан не пайда? Жүрегіңді ауыртса, кешіргеннен не пайда? Еркек басшы, әйел бағынышты үйден, ер жүрек ұлдармен ибалы қыздар шығады. Ал әйелі би, ері жасық үйден, ынжық ұлдармен көкбет қыздар шығады. Әйелдің шыдамы мықты, бірақ жарылуы бар. Әйелдің ашуы қатты, бірақ кешірімі бар. Әйелдің мінезі жұмсақ, бірақ қайраты бар. Әйелің ақылды болса, ағайын тыныш. Күйеуің ақылды болса, жаның тыныш. Қызың ақылды болса, ауыл тыныш. Көршің ақылды болса, көшең тыныш. Келінің ақылды болса, екі ел тыныш. Ұлың ақылды болса, әлем тыныш. Кісіге етпе жамандық, қайта соғар өзіңе. Құдығыңа түкірме, су ішерсің көзінен. Төмен жанды кемсітпе, не боларын білмессің. Іс түскенде басыңа, зар боларсың сөзіңе. Ұра берсең ұлың сенен жасқанады. Жасқан шақты басынады басқалары. Қол көтермей тәрбиелесең ақыл айтып, ақылмен ертең елді басқарады. Ала білсін өмірінен бар тынысты. Үйрете түс, сабыр шыдам талпынысты. Ең бастысы иманына көңіл бөлгін, өссін десең өз ұрпағың жарқын күшті. Еңбегімен жүрсін ұлың баға алып, ақыл оймен өзгелерден дараланып. Көтерілсе өзіндейді бағалайды, отырмайды пара беріп пара алып. Мал жаманы сипағанды, адамның жаманы сыйлағанды білмейді. Кей адамдар текшіл кекшіл болып барады. Қанша жерден құрметтеп сыйласаң да, мақтап емес таттап кететіндер бар. Аспен атсаң да сені таспен ататындар бар. Адамгершіліктен жұрдай болып барады. Бір-бірінен асып, бір-бірімен санасып жатқандар. Сондықтан бұндай адамдарға өз қаруын өзіне жұмсаған дұрыс болады деп ойлаймын. Әкесі өлейін деп жатып, баласын шақырып алып соңғы сөзінде, «Балам, менің бір тілегім бар, орындайсың ба?» депті. Ажал аузындағы әке тілегін орындамайтын бала кемде-кем, орындаймын әке. Ендеше менің аяғымдағы нәскиімді шешпей жерлет, және мына қағазды жерлеп болған соң оқы, оға дейін оқыма депті. Шал өлді, жерлеу рәсімі басталғанда, баласы әкемнің соңғы сөзі еді, нәскиімен жерлейік деп өтінеді. Бірақ шариғат заңы бойынша қалай дүниеге келді, солай жерленеді ақыры. Әкесін жер қойнына тапсырған жігіт оңаша жерге барып қағаздағы жазуды оқиды. Балам, өзің көргенде мен о дүниеге жыртық нәскиде алып кете алмадым. Дүниеге көп құныға берме, деген жазу бар екен әлгі қағазда. Бірде ащы, бірде тәтті өмір деген. Сәл нәрседен қалады екен көңіл деген. Сыйластықта болайық мәңгі бақи, өмір сүру ешкімге берілмеген. Кедейлік ер жігітке намыс емес. Жоқ болсаң туысыңда таныс емес.
Суық үй, арық соғым, жаман қатын, үшеуі кедейліктен алыс емес. Сен асықты екен деп, Алла әмірін өзгертпес. Кейде күліп қуанғым келеді, кейде ашумен жылағым келеді. Шерімді тарқап жан даусымменен, Алладан көмек сұрағым келеді. Өмірден қатты қиналған кезде, өзімді ұстап шыдағым келеді. Ренжітіп алсам жақындарымды, олардан кешірім сұрағым келеді. Алланың неткен құдіреті күшті, сынымен бірге сыйын да береді. Жақсылықты да жамандықты да көтере білетін құлына береді. Өмір жайлы сұрай берме сен менен. Өмірді мен әлі зерттеп көрмебем. Өмір жайлы білгің келсе қартқа бар. Қан майданнан жалғыз ұлы келмеген. Жесір келін бір нәресте көрмеген. Жетім шалды бала орнына тербеген. Өмір жайлы не түсінем мен деген. Өмір жайлы сұрай берме сен менен. Өмір жайлы білгің келсе қартқа бар. Өміріне кегі кеткен өлмеген. Жалған айып тағылғанда көлденең, ақиқаттың аппақ туын бермеген. Содан сұра өмірді. Нені көрді, нені сезді, не білді. Неге ақылды ақмақтан жеңілді. Біреу жылап, біреу неге көңілді. Содан сұра өмірді. Біреулерге біздегі бақыт қымбат. Біреулерге сендегі сынақ салмақ. Сендегі өмір біреуге арман болса, саған да сол өзгенің заты қымбат. Есіңді жи, бұл өмір бізге сынақ. Ұстараның жүзіндей шыр айналған дүние десеңші. Ата-анамыз ерекше мейірлене, сәби күнімізден тай-тай бастырып жүруді, жетектеп жүріп өмір сүруді үйретті. Бақты, қақты, қанаттандырды. Ал енді сол ата-анамыз егде тартып күш қайраты кеміді. Енді кезек бізде. Өмірге айтар өкпем жоқ, ешкімге есем кеткен жоқ. Біреуге қолым жетпесе, біреулер маған жеткен жоқ. Мен жайлы біреу қалай ойласа, онда менің шаруам жоқ. Не ішем, не жейм деп қиналмайтын отбасылар бар. Бірақ отбасында береке, иман жоқ. Балалары сыйламайды. Ал енді үйінде ішерге асы жоқ отбасылар бар. Бірақ үйінде береке, иман, бірлік бар. Нағыз байлық ақша емес, нағыз байлық иман, сыйластық. Көп ойланам, бақыт деген немене? Кеш болса да бақыт маған келе ме? Ойлап жүріп өтіп кетті талай жыл, не екенін енді білдім десем, жұртым сене ме? Күліп тұрып таңертең жайлы жатсаң сол бақыт. Қайғы мұңсыз қуанып, аман жүрсең сол бақыт. Күліп кіріп қонағың, күліп шықса сол бақыт. Әрбір таңың арайлап, күні шықса сол бақыт. Балаларым сау болып, аман жүрсе сол бақыт. Немерелер шуылдап, ойнап күлсе сол бақыт. Дастарханда әр күні наның тұрса сол бақыт. Бауырларың айнала, түгел болса сол бақыт. Құлайтын бар өмірде, жылайтын бар. Пендеміз ғой мұңдарын Құдай тыңдар. Күліп жүрген жандардың барлығы да тығылып жылайтындар. Бос күлкіні дос еттік, уақытты жау. Өмір қысқа дедіңде жабықтың ау. Жылауға ұялмайтын жандар болады, біздерден бақыттылау. Құрметті оқырман, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Және де пікір бөліміне өз ойыңызды жаза кетіңіз.